Біліп жүремін каналында бірнеше адамдар Kiwi кошелектен банкомат карточкаға қалай аударады деген сұрақтар қойып жатты. Бұл өте оңай. Перевести дегенді басамыз, на карту дегенді басамыз. Бірден комиссиямен таныс болайық. Ресей еліне 2%, оларға 20 рублей, ал Қазақстан еліне 40 рублей. Сонда 40 рублейді қазіргі курсқа көбейтіңіз теңгеге, сонша комиссия шығады. Сонымен номер карты дегеніміз банкомат карточкамыздағы алдыңғы 12 цифрамызды осы жерге жазамыз. Мен оны контактыға сохранить еттім, копировать етіп аламын. Сіз өзіңіз қалауыңыз бойынша осы жерге жазасыз, немесе сохранить етіп, копировать етіп вставить етесіз. Загрузить информацию басамыз. Міне фамилия отправителя дейді. Истаев деп жазып жіберейін. Имя отправителя өзім. Адрес отправителя Казахстан. Город отправителя. Бұл өте ондай маңызды емес, өзіңіз қалауыңызбен жаза беруге болады. Страна Казахстан. Имя получателя. Міне фамилия получателя Истаев. Рубль емес, мен өз теңгемдікін аударамын. Міне осы жерге мән береміз. Комиссия 40 рублей. Итогі к оплате осы жермен сәйкес болу керек. Итогі к оплате 0,00 КЗТ деп тұр. Көріп отырсыз, бұл жерде рубль, бұл жерде қазақстандық теңге. Егер сіз 2600 деп бассаңыз, бұл 9606 теңге болып кетеді. Бізде қазір 2601 теңге бар, мен 9606 теңге жоқ. Яғни бұл банкоматқа бармай, себебі сәйкес болу керек. Рубль автоматты түрде қазақстандық теңгеге айналып жатыр. Міне қазіргі курсты көрсетеді. 1 рубльде 3,57 теңге бар. Мен оны келістіру үшін 2601-ді 2600-ді бөлемін 3,57-ге көрейік. 728 дейді. 728 рубль жазамын. Көрейік. 2700 дейді. 690 емес. 690. Бұл да бармайды. Көрдіңіз бе? Сіз өзіңіз сәйкес қылдыру керек қазақстандық теңгеге. 2326 аударамын. Мінекей тексеріп алыңыз бәрін. Номер карта, фамилия отправитель, бұл өте маңызды емес. Қазақстан. Мінекей сәйкес 600 рубль конвертация автоматты түрде жазылады. Курс, қазіргі курсте жазылады. Комиссиямен таныс боламыз. Сонда банкоматымызға 2326 теңге дәл түспейді, себебі комиссиясы бар. 40 рубльді 3,57-ге көбейтіңіз, сонша комиссия алынып қалады. Сонымен оплатить деймін. Банкоматымызға 2326 түсу керек, бірақ 40 рубльді көбейтемін. 3. Мінекей успешный платеж дейді. Болды. Менің банкоматыма ақша түсті. Бұл 2-15 минут аралығында бірден түседі, немесе 2 күн, 5 күн аралығында түседі. Неде болса ол тез түседі, уайымдамаңыз. Мінекей 2074 теңге қалды, тез түседі, уайымдамаңыз. Ол история қарауға болады, сәтті емес екенін. Міне 652 рубль кетті. Операция списания 652, 2326 с комиссией дейді. Сонда менің банкоматыма қанша түсу керегін көріп алайық, үйреніп алыңыз. Калькулятормен 43,57-ге көбейтеміз. Бана теңгеге қанша комиссия? 142 теңге. Оны 2300 қанша түсу керек? 26. 2183 банкоматымызға түседі. Достар, егер видео ұнаса, алғыс айтқыңыз келсе, біздің каналымызға жазылыңыз және лайк басып қойыңыз. Себебі біз өте қуанышты боламыз. Сау болыңыздар.